Маған былай жатқан болмайды. Подписчиктерге видео шықпай кеткені уже қанша күн болды? 3 күннен бе, 4 күннен бе асып кетті. Қой, мен бүгін видео түсіріп тастайын. Так, бүгін идея бар еді менде. Так, ауылдағы бір күн өмірімді түсірсем дұрыс болатын сияқты. Так, қазірден бастай берсем болмай ма? Так, камерамды алып мен камерам қайда? Все таптым. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Ермұхан. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен дейтін өзімнің ауылдағы бір күн өмірімді түсірейін деп жатырмын. Я достар, ардынан да видео дейтін 3 күн 4 күн шықпай кетті. Я потому что білесіздер достар, менде уақыт бар негізі, бірақ мен түсіруге ерінемін. Я достар, мен неге ерінетінімді білесіздер ме? Себебі сіздер видеоға кірген кезде лайк баспайсыздар. Сіздер тап қазір видео лайк басып арнаға тіркелетін болсаңыздар, бұл маған өте үлкен мотивация болады. Алдағы уақытта шығатын видеолар. Так достар, менің ойым ауылдағы өмірім осылай төсектен, яғни ұйықтан басталады, ұйықтан тұрудан басталады. Мына жерде менің ноутбугым, ар жақта менің сандықтарым тұр. И достар, қазір видео қызықты болу үшін сыртқа шығып, так жителдер не істеп жатыр, кім бар, кім жоқ, солардың бәрін тексеріп көрейік. Так осылай шыға берейік. Так достар, достар, мына жақта не болып жатыр? Так мен мэрдің үйіне не үшін келген? Так мына жерде мына үй не үшін жауып тастаған? Так барып сұрап көрейікші достар. Е-мое, мына мэрдің что-то көңіл күйі жоқ қой. О, Ермұхан мырза, қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Мэр, не болды саған? Мына мент не үшін келіп тұр? Қуама мынау. Не сен көңіл күйің түсіп кеткен? Менде бір проблема болып тұр. Бұл полицейский маған айтады, кредит төлеу керсе, әйтпесе мына үйін жауып тастайды. Көріп тұрсың ба, мына үйлер жауылған, көрдің бе? Е-мое, бағана соны көріп келдім ғой мен сразу. Так, сенде не кредит? Маған деген 5 штак изумруд керек маған, білесің бе? 5 штак. Осына кредит төлеу керек. Ё-моё, қачи болған. Так, өзім ментпен мен сөйлесіп көрейін. Сен үйсіз қалмайтын шығарсың, сен кішкене былай отыр. Енді мен қазір ментпен өзім сөйлесіп көрейін бір. Так, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Так, мен түсінбедім аға, сіз неге мэрдің үйін былай жауып тастап жатсыз? Бұл ертең қайда тұратын, не тұратын, сіз кішкене ойланбадыңыз ба? Балда ойланбаймын, басында банктан 5 стак изумруд алатын кезде қуана болды. Бұндай адамдар негізі құрты керек, бұндай кредиттерін етіп. Бұның процент дейтін қанша екенін білесіз ба? Қанша екен? Бұның проценті 200%-тен 200%-дан асып кетті бұның. Бұның проценті жылдан жылға өсіп жатыр. Бұл бізде басында бір стак изумруд қарыз еді, ал қазір 5 стак изумрудқа қарыз болып қалды. Сондықтан бұның үйін біз тартып келуге тиістіміз. Түсінікті. Ё-моё, так мен енді ештеңе көмектесе алмаймын саған. Білмеймін, басқа жительдердің үйінде тұрып көресің бе? Сен білесің, мен үйім өте тар, ештеңе істей алмаймын. Енді көріп тұрсың, жағдай осылай. Мен үйім еще бұл үй менің атымда емес. Сондықтан сен түсінесің деген ойдамын. Енді ренжіме, өмірде неше түрлі жағдай болады. Басында кредит алмау керек еді, ё-моё. Не істесем болады енді? Білмеймін енді. Мен саған ертең хабарын айтайын енді. Сен ертең маған кел, ертең мен 1-2 квартира анауын тауып қоямын. Сен оған дейін білмеймін, бір жерде түней тұрасың енді. Бір огородтың астында ма, грядканың астында ма, басқа бір жителдің үйіне ма, туысқандардың үйіне ма, бірден алып қоясың ғой. Ертең саған хабарын айтам, бір квартира тауып алсам айтам. Тоқта. Сен мына үйін дәу екен? Үйім дәу екен. Қой, мен үйім дәу емес. Сен не алма, мен үйіме қызықпай қа, бұл менің үйім атында емес. Бұл үйді мен өзім жалдап тұрадым ғой, білесің ба сен? Жарайды енді, көремін енді болашақта. Жақсы онда сен. Мен, кстати, видео түсіріп жатыр едім, подписчиктерге сәлем жолдап қой. Настроением жоқ менің. Достар, қараңыздар, бізде мэрдің настроениесі жоқ екен, кетіп бара жатыр енді. Не істейміз достар, енді біз қайттан үйге қайтамыз ғой деймін достар. Қазір мэрге біз дейтін кішкене не тауып беруіміз керек, квартира тауып беруіміз керек. Ата болмайды достар, ё-моё, мына мэр дейтін далада қалса болмайды. Қазір мен үйге барып кішкене квартира қарап қоя берейін. Ё-моё достар, мен квартираларды қарап болам дегенше дала дейтін қараңғы батып кетіпті ғой. Ё-моё, базар жоқ. Мэр бір жерге барып ұйықтап қалған шығар деп ойлаймын. Мен оған дейін өзімде ұйықтай берейін. Так, мэрді ертең кездестірем деген ойдамын. Оған дейін ертеңге дейін қоштаса тұрайық достар. Ё-моё, мынау не дауыстар шығып жатқан? Қуама, мынау кім ремонт жасап жатқан? Таң атпастан так тұрып кішкене сыртта қарап көрмесем. Ё-моё, мынау не дауыс шынымен? Стройка істеп жатыр ма? Так, былай шығып барайық. Так, мына ненің үйін әлі қайтармаған екен, мэрдің үйін. Так, ё-моё, мына әлі барьердерін алмаған екен. Так, осылай өте өрек. Так, ё-моё, мен аяғыма бірден кіріп кетті ғой. Так, ё-моё, мынау не нәрсе? Люк. Мына люк қайдан пайда болған? Так, мен камераны қосайын. Так, достар, қараңыздар, мен
үйден так таңертең тұрсам мына жерге біреу люк қойып кеткен екен. Еще мына люкта так ар жағында не бар так? Кіріп көрейікші осылайдан. Все, ема мына жаққа біреу үй салып тастаған ба? Так люк жауып қоя осылай. Так есік тұр ғой мына жақта. Офигеть. Так ема базар жоқ достар, мына жаққа мен үйім астында біреу үй салып тастаған ғой достар. Офигеть мынау. Мына жерде бізде аквариум так. Ема мынау үйдің владелесі қайда екен так. Так мына жақта бізде тағы екі так мынау бізде астыңғы қабат сияқты ғой. Так осылай түсіп көрейік. Так мына жаққа біреу үй салып жатыр ғой деймін. Ема базар жоқ достар, мына Черновой мынау әлі сывалмаған екен мына кірпіштер. Так мынау жақында бітетін сияқты ғой мына үй. Так мынау кімнің үйі? Ема мен үйім астына мынау қалай үй салған? Бас жасай ма? Так кім салған екен? Так мына жерде есікті ашып көрейікші. Ей, қуама мынау, берге шық. Ки ана ботыңды. Ермахан. Қарама, кетер, бір секунд. Бұл давай, все давай, кел. Ема сен қуасың ба? Мэр? Мэр сен ба? Мен сен ойлап қалған болған жоқ, мен жай ғана астыға ремонт істеп отырмын. Астыға? Сен қуасың ба? Сен менің үйім астына үй салғаның не? Просто Ермахан, мен тұратын жер таппадым, менде ақша жоқ, білесің ғой өзің. Енді тұратын жер таппасаң үйдің астына салып тастасаң болмайды, мен саған квартира қарап қойып едім бағана негізі. Ермахан, жарайды, ешкім көрмейді ғой анау. Полицейский мені таба алмайды, қорықпа. Ё-моё, үйдің астына үй салып тастаған негізі қате болды да сенің. Енді салып тастаған екенсің, енді үйің таныстыр енді маған. Мен бұл сен кеше ұйықтап отырған кезде мен түні бері осы үйді салдым. Бағана ремонттың дауысы шығып жатқан сен ба сол? Мен көрдім бе қолымда азапта? Базарлық мынау нешелік ключ мынау? 6-лық қой, 6-лық. 6-лық пен сен не бірап жүрген білмеймін, жүр енді үйіңе обзор көрсет енді, сен салған екенсің. Мына достар қараңызшы, мынау үлкен қылып салған екен, ше бип-бип. Базарлық мынау пример сенің спальныйың ғой, мынау. Мен ремонт біткен жоқпын да кәсі. Bir күнде кім бітеді деп ойлайсың? Кетіп жүр, екіншілерге. Білмеймін, бір күнде өзбектер бітіп атады ғой, әйтеуір сен случайно өзбек емессің ба сен? Десең ойнап айтамын. Жақсы, давай көрсет ал. Жоқ. Бұл үй 5 миллион тұрады примерно. 5 миллион? Базар жоқ так. Ема сенде компьютер бар ма не? Менде бірақ көріп тұрсың ба? Өзімде қалған орындық болмай, мен осы тұрып істеймін қара. Базар жоқ досы. Сен случайно ютубер емессің ба осы? Мен ютубермін. Базар жоқ достар, біздің мэрдің ютуб каналы бар екен. Тіркеліп кетейік, мына нигінің үстіне тұр, осы арнаға тіркеліп кетейік. Мэрдің так, мына жерде бізде плита, так, раковина, холодильник. Холодильникте дым жоқ қой сенің? Енді мен чисто коламен нан жеп жүрмін, бұл өзім анжықта тұр. Мен дым жоқ әлі. Кола менсің, бәсен яқ бетің өгірей шығып кеткенім, так, примерно сен осы жерге отыратын болып тұрсың ғой, Базар жоқ. Аквариум. Мына балықтар бар ішінде, базар жоқ, керемет. Мэр мынау негіз қате бар осы, мен үйім астына үй салғанша. Ертең, құдай сақтасын, землетрясение болса, мен үйім сенің үйіңе құлап түседі. Сондықтан осы мен сен кредитін төлеп берейін мен. Қорқпа, құламайды, қорқпа, Ермахан. Сен кредитін төлеп берейін мен, қой, болмайды мынау қате негізі мен үйім астына үй салған. Жарайды, қарсы емес, бірақ бұл үй әдем болып шықты деп ойлаймын енді. Енді әдем болып шықты, енді бұл менің подвалым бола салсын, мен саған кредитін төлеп берем, ана мен шақырайық, қазір әңгімесін айтайық. Болмайды мен үйім астына. Достар, мына үйдің астына үй салып тастаған негізі қате болды да мынаның. Давай онда сен шыға бер қазір, мен звондап шақырамын, в общем кредитін төлеп береміз. Мына енді мен давай мен саған бір подарка астыға қалдырып кетейін, ма? Давай, подаркын көрсет қазір мен. Қазір бармайын, Сосын қарайсың ғой, сосын. Так, достар, бізге мэр қандай подарок жасап жатыр екен, так, көрейік, так, сен жасап болма подаркыны? Мен үстіге еттім, давай. Давай, достар, подаркысын көрейік. Бәрекелді достар, подаркысы өте тамаша екен. Все, кеттік достар, қазір ментті шақырып, біз қазір полицейский шақырып, қазір нені көретін боламыз, кредитін төлеп беретін боламыз. В общем, достар. Так, достар, анау бізде 5 изумруд деді, так, өзіміздің 5 изумрудымызды сунуктан алайық та, жаңа мент келген шығар, уже, так, все, тұр екен, бәрі все, бізде мент келді, так, мент, осы мәз сіздің осы 5 изумрудыңыз, осыны ала қойыңыз, енді мына кімге жақындамақ, 5 изумрудыңыз, енді мына кімге жақындамай қойыңыз, біздің мерге, берсеші өзіне қуасың ба?
Все болды ғой. Главное кредит төленді, все осы үйді ала берсе болады. Все, мэр, құттықтаймын, сен үйің қайтып келді өзіңе. Давай малар сындырып тастай бер, все, болды, давай үйіңе кіріп ойнай бер, сосын мына флагтарды алып таста. Рома, мен саған өте рахмет айтамын, себебі сен мана изумруд бердің. Мына сен үйінде астына үй салған едің, бірақ сен қарсы шыққан жоқсың. Өте рахмет саған. Все, давай енді үйіңе кіре бер бар. Мынау негізі үйдің астына үй салған негізі қате, давай бар кір. Бар үйіңе жоқ бол бар. Все, ема достар, мыналар офигеть, мыналар қуады екен ғой. Үйдің астына үй салып тастаған. Бәсе неғып түнімен мен ұйқым дұрыс емес болды десем, мына дейтін шулаған екен ғой, ремонт жасап. Ема достар, енді мына үйді бір қалайда бірдеңе бетонмен бірдеңемен залит етіп тастау керек. Все, осы жерде мен бір күндік күнімді бітіретін сияқтымын достар, аты болмайды. Мынау үйіне кірмеймін, қуамы. Ема, мынау флагты қойып тастай беретін ес мына мэрдің. Все достар, сіздерге бүгінгі видеоны ұнады деген ойдамын. Әрине сіздер арнаны жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ермұхан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.